Hello everyone, welcome to our English lesson Bilim Go. Today we are going to learn about phrasal verbs. Phrasal verbs дегеніміз не? Ол фразалық етістік. Фразалық етістік етістіктен және демеуліктен сонымен қатар үстеуден тұратын фраза. Яғни оны айтпаспын, бірінші олардың ара жігін ажыратып алған дұрыс. Етістік іс-әрекетті білдіретін сөз. Ол бір нәрсенің болып жатқандығын білдіреді, немесе жағдайды сипаттайды, немесе сол іс-әрекетті баяндайды. Example, to listen, to write деген секілді. Демеуліктер ол preposition, сөздердің арасындағы байланысты сипаттайтын сөз. For example, there are books on the table, немесе under the table. Бұл жердегі біздегі on үстінде, under астында деген демеуліктер. Яғни демеуліктер орынды, бағытты, уақытты көрсетеді. Үстеу, adverb, етістікті сипаттайтын сөз. For example, сіз жылдам жүгіресіз. Quickly немесе баяу. Slowly. Сабаққа ерте келесіз. Early немесе кеш. Late. Бұл бізде үстеу болып табылады. Фразалы етістіктердің мағынасы етістіктің мәнінің оның артындағы предлогқа байланысты өзгеруінде. Example, look for, іздеу, go on, жалғастыру, come on, келу, жүру, яғни дәл осылай жасалады екен. Фразалы етістіктер демеулік немесе үстеу қосылу арқылы жасалады. Мысалы, come in, take off, sit down. Фразалы етістіктің жасалуына көмектесетін демеуліктер бар арнайы. Мысалы, out, in, on, through, up, round, by, down, along, about, and etc. Дәл осы демеуліктер арқылы біз фразалы етістіктерді жасайтын боламыз. Міне дәл осындай. Example, break up, put on, take off, go on, bring up, carry on, and come back. Бүгін біз сіздермен топ 21 фразалы етістікті айтып үйренетін боламыз. Ask, around, сұрақ астына алу. Back up, қолдау, қолпаштау. Base on, негізделген. Break up, ажырасу. Bring up, тәрбиелеу. Come back, қайта оралу. Come in, кіру. Ал енді келесіге назар аударайық. Break down, құрту, білдіру. Call back, қайта қоңырау шалу. Call off, қоңырауды қайтару. Calm down, тынышталдыру. Care for, қамқор болу. Carry on, жалғастыру. Catch up, қуып жету. Міне фразалық етістер байқасаңыздар, бізде предлогтармен жасалып тұр. Келесі, check in, регистрация. Check out, регистрациядан шығару. Cheer up, қолдау. Come up, бір нәрсе ойлап табу. Cut off, кесу. Depend on, байланысты болу. Do over, қайта жасау. Егер дәл осы фразалық етістіктер сіздерге пайдалы болса, онда біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі біздің Білім Го YouTube арнасынан сіздер ағылшын және орыс тілдерін тегін, тез әрі оңай үйренетін боласыздар. Goodbye!